Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін екінші сабағымыз 3ds Max-тың жұмыс тәртібі. 3ds Max-тың жұмыс тәртібі қалай болатынын төменде сіздерге көрсететін боламын. 3ds Max-тың жұмыс тәртібі жалпы 5 бөлімнен тұрады. Біріншісі зат жасау, затқа көріністік мән беру, қимылдату, болмаса зат жасау, затқа шырақ түсіру, рендер. Осы 5 басқыштан тұрады. Біз затты жасап алып, көріністік мән беруімізге, қимылдатуымызға болады екен. Біз затты жасап, шырақ түсіруімізге және рендер. Рендер дегеніміз бұл жерде өзіңіз көріп отқандай, мен арнайы қызыл жазумен белгілеп қойдық. Бұл жерде рендер жайында толық түсінік бере кетейік. Басқа басқыштар сіздерге түсінікті болу керек. Міне зат жасау, көріністік мән беру, қимылдату, шырақ түсіру дегендер. Рендер дегеніміз рендер үшті графиканы өңдеп, оны көруге ыңғайлы финалдық форматқа айналдыру дегенді білдіреді. Рендер екі түрлі болады. Қандай түр екенін төменде түсіндіріп берейін. Біріншісі жылдам рендер деген ол ойындарда немесе интерактивті қосымшаларда қолданылады. Графика бірден өңделеді. Екіншісі офлайн рендер, фильмдер мен анимациялар жасағанда қолданылады. Мұнда жоғарғы сапалы бейнені шығару үшін көп уақыт кетеді. Біз 3ds Max-та осы 5 басқышының қалай орындалатынын нақты әмелиет барысында көрсетіп берейін. 3ds Max-ты аштым. Бір тік төртбұрыш сызып алайық. Жерде болған сан сипарлар, өлшемдер деген сондай маңызды емес. Ғана бір көрсету үшін ғана жасап жатырмын. Мысалы, мынаны бір қолдың беті деп алайық. Үстіне бір әйнек сызайын. Мен ыңғайлы айландырып алдым. Жаңа сіздерге көрсеткендей зат жасау бар, оған көріністік мән беру бар. Мен столдың бетін жасадым. Бұл әдетте негізінен бізде тақтай болады ғой, ағаш болады. Ағаш материалдарынан жасалады. Сол ағаш материалының көріністік мәнін берейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, столымыздың бетіне ағаштың көріністік мәнін бердік. Енді чайнек, қандайық чайнекті әдеттенді материалдары жаңа металл болады, чайнек болады, шыны болады деген сияқты, фарфор болады. Енді бұл жерде металл ретінде таңдап алайық, алтын рең жіберейік. Алтын рең болды, зат жасалды, көріністік мән берілді. Енді бұған шырақ түсірейік. Чайнектің сәл бізде зат жасалды, көріністік мән берілді, шырақ түсірілді. Міне шырақ түсірілді, міне. Енді біздегі екі басқыш не? Қимылдату және рендер. Соны алдымен рендер жасап көрсетейін сіздерге. Міне біз столдың бетін жасадық, оған ағаштың мәнін бердік, материалдық мәнін. Чайнек жасадық, чайнекке жаңағы алтын
Теңін алтынның материалын бердік, иә, көріністік мәнін бердік. Енді бұны рендер арқылы ең соңғы нәтижесін көрейік. Қандай болды екен? Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің алтын шайнегіміз дайын болды, жасалып шықты. Бұл жерде бір көрсете кетейін, егер де біз мысалы мына шырақты бермедік деп айтайық. Шырақты өшіріп тастайық. Рендер бұйрығын басып көрейік. Біздің жасаған затымыз қандай болып көрінер екен? Міне, қараңғы, күңгірт, төбе жағының қандай материал екеніне ол көрініп тұрған жоқ. Сондықтан бізде шырақ түсіру міндетті болу керек. Былай шетіне қояйық. Енді біз қимылдату басқышына көшетін болайық. Шайнекті талдайық. Енді бұны қимылдататын боламыз. Бұл шайнек бастапқыда осында тұрған деп есептейік. Сосын осы уақытқа дейін бұл шайнегіміз жылжып, столдың келесі басына қарай бір қалыппен жылжиды деп есептейік. Жанынан қарағандағы көрініс бойынша жіберейікші. Шайнегіміз қимылдады деген. Өздеріңіз байқағандай, Ideas Micros осы 5 басқыштан тұрады. Осы негізгі үлкен 5 басқыш арқылы жұмыс жасайды. Зат жасап отырып рендер жасауға болады, затқа көріністік мән беріп рендер жасауға болады, кез келген уақытта рендер жасауға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Ықылас қойып тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға рахмет. Қазақтың білімді жастары көп болсын.